Ғалымдар айтады, егер мынау 60-тан кейінгі адамдар ғана өмірді өтіп жатқан болса, онда біз есептейді екенбіз. 50-ге шейін жүре берейін, нормально. 50-ге толғанда тоқтатамын да бәрін. Бірден бастаймын. Сақалды қоям, тақияны кием, намазды бастаймын да 10 жыл қылам, тоқтамастан. Ары қарай дайынмын. Ал бірақ қарасаң, ондай емес қой дейді ғалымдар айтады. Жаңа айтқан өмірге шыр келген сәбиді жарық дүниені көремей қайтты шетінеп кетті бейшара. Ал ол қияметте ата-анасының шапағатшысы болады иншалла ол балалар. Олар тіке жәннаттың балалары. Сондай болып жатқан отбасылар сабырлыққа шақырады да шариғат. Сабыр ет дейді. Сенің әулетіңде бір адам жәннатқа кірді уже. Ал ол сәби бала ертең жәннатқа кір деген кезде ол бірден әке-шешесін іздейді дейді. Мен әкем қайда, шешем қайда? Сол баланың құрметі үшін әке-шешесі анияға кетіп қалған болса алғызады екен.